Сәлем қыздар, қазір ақпан айы, шәлі тоқитын кез деп ойлаймын мен. Мына ақ шәлілер апаларға, аналарға, әлі де салқын күндер көп, мысал үшін кешке таман салқын болады, әрі мынау 8 наурызға керемет сыйлық болады деп ойлаймын, мен өзімнің ойым. Және осындай шәлілер тоқып жатырмын. Ол үшін мен мынау Alize Angora Gold және Alize Angora Gold Simli деген екі жіпті алып жатырмын. Simli деген сымды деген сөзді, слерексем деген сөз. Бұлардың құрамы мынандай, 80% акрил, 10% махер және 10% жүн. 10% махердің өзі және жүнмен қосылған кезде әжептәуір жылылық береді. Бұл шәлілер жұқа, жеңіл болғанымен жылы болады. Салқын кештерде, салқын бөлмелерде отырған кезде керемет жылылық береді. Өйткені құрамында жүн мен махер бар. Мынада 20% жүн деп қойғанда 5% металлик, сым дейді. Ал енді 20% жүн деген, бұл жүн дегенде кәдімгі қойдың жүні емес, ангор ешкінің жүні, сондықтан жылу береді. Енді бұның сымында, мен мынау қазір жарықтан көрсете аламын ба, көрсете алмаймын ба сіздерге. Бұның сымында мынандай сымының түсі ойнап тұрады, түстері. Мынау көкшіл, қызғылт ойнап тұрады. Мынау түсі, мынау не дейді ғой, сүтті, молочный, әдемі, пломбир дейма, оның түрлері көп болады екен ғой. 450-ші түс, мына сымдының. Бұның ақ түсі, бұның дәл осының аппақ түсі, аппақ қардай. Бұл 55-ші түс, колор дейді. Енді мынау сымы жоғының 01 дейді, бұл сарғыш болады. Сарғыш, бұны шампан түсі деп атайды екен, шампанский. Және мына түсі сливочный дейма, пломбир дейма, енді ол жерде жазылмаған. Бірақ осы түсі көп қолданылады. 62-ші түс, былай, аппақ та емес, сап-сары да емес, әдемі сүтті түс. Менің қазір көп тоқып жатқан шәлімнің түрі, орысша цветочная эхо дейді, шетелдік дизайнердікі әрине. Осы түстен мен қазір 4-5 шәлі тоқып жатырмын. Егер қажет болса, осы шәліге мастер-класс түсіру ойымда бар. Қазақ тілінде өткені. Бұл қазақ тілінде мастер-класс жоқ, тек орыс тілінде бар, бірақ адамда оның үстіне. Сондықтан ойда сондай бар. Сау болыңыздар, каналыма қолдау көрсетіп, тарата жүріңіздер, өздеріңіздің пайдаларыңызға жаратыңыздар.